Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осында бір печеньенің рецептімен бөліскім келеді. Өте дәмді, қаймақ қосып жасалатын печенье. Сондай жұмсақ, әдемі, жылдам дайындалады. Көп азық-түлік те кетпейді ішіне. Санаулы минуттарда жасап, шайға ұсына қойсаңыздар болады. Сондай дәмді болып шығады. Ал енді печеньемізді пісіруді бастайық. Бізге керегі осындай 300 грамм електен өткізген ұн, 2 ас қасық шекер, 1-5 граммдық ванилин, 1 қалта, және 1 шай қасық қопсытқыш. Аздаған ғана 1 шымшым тұз қосамыз. Тұзды көп қоспаймыз, тұздың дәмі шығып кетпеу керек. Тұз тек қана сәл дәмін кіргізу үшін печеньенің. Сосын үстіне 80 грамм майымызды, сар майымызды салып, осылай қолымызбен майдалап тастаймыз. Майымыз кішкене қаттылау, осылай жақсылап ұнменен араластыра отырып езгілейміз. Осылай майда крошка болғанша майдалап тастаймыз ұнды. Осылай жасап көріңіздер, жылдам дайындалады. Балаларға жегенге де сондай жақсы, мектепке қолдарына ұстатып жіберсеңіздер де. Ешқандай артық қоспа жоқ ішінде. Енді бұған 1 жұмыртқа қосамыз. Сосын 100 грамм 20% қаймағымызды қосып, алдымен қасықпен араластырып алайық. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып, видеоны басқа да көрермендердің көруіне себепші болыңыздар. Құрметті көрермендерім, бір-бірімізді қолдап, қазақша каналдардың дамуына өз үлесімізді қосып отырайық. Осылай қасықпен біраз араластырып алып, сосын қолымызбен илейтін боламыз. Көп уақыт кетпейді. Жылдам ғана дайындалатын печенье. Қолымызбен мыжғылап тұрып, жақсылап илеп, басын біріктіріп алайық. Ішінде суы болмағандықтан, кішкене осылай бірге қоюы қиын болады. Бұл жерде тек қана қаймақ, май, жұмыртқа, ұн. Енді осылай дастарханымыздың бетіне қойып, жақсылап илеп аламыз. Міне көрдіңіздер ма, ішінде суы жоқ болғандықтан, шашылып, осылай алғашында басы кішкене бірге қоймайды. Сосын ішіндегі майлары еріп, басын біріктіріп, осылай әп-әдемі жұмсақ қамыр болып шығады. Целлофан қалтаға салып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Тындырып қоймауға да болады, бірден жая беруге де болады. Бірақ тындырып қойған дұрыс шығар енді. Міне осылай қойып, 10 минуттан кейін алып, жаямыз. Кішкене бір иін қандырып жіберіп, осылай жая бастаймыз. Қамыр жұмсақ. Оны бірден қатты созып жіберуге болмайды. Бөлініп кетеді. Жаңа айтқанымдай, құрамында су жоқ. Сондықтан жайлап, осылай нығыздап, басып, осылай жаямыз. Жан-жағы тегіс болу міндетті емес. Себебі бұны өзімізге пісіріп жатырмыз. Тегіс болмаса да ештен кетпейді. Тек қана қамырдың қалыңдығы бірдей болса болды. Жан-жағының қисық-қисық болғаны ештен етпейді ол. Осылай жаймалап алып,
пышақпенен өз қалауларыңызша форма жасап, немесе стаканмен домалақта форма жасасаңыздар болады. Ұзыншақ соломка етіп жасап қойсаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өз фантазиясына байланысты ғой. Осындай ирек пышақпенен жасадым. Осылай кесіп алып, қиықшалап кестім, кішкене майдалаңқырап. Дәмі сондай тіл үйіреді, ауызда ерейтіндей сондай дәмді печенье болып шығады екен. Бір жұмыртқаны осылай жақсылап араластырып, бетіне жағатын болам. Жұмыртқаның ағын қоспай-ақ тек қана сарысын жағып шығуға да болады. Мен енді ағын да қосып араластырып жібердім. Осылай тегіс жағып шыққаннан кейін бетіне шекер сеуіп шығамыз. Осылай бір келке етіп шекерді сеуіп шыққаннан кейін алдын ала қыздырып қойған пешімізде 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің әдемі печеньелеріміз дайын болды. Ауызда ерейді десе де болады, дәмі тіл үйіреді. Шайларыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Менің видеоларымды жібермей қарап отырыңыздар.